Адамның ең бірінші тойы қандай? Баланы қырқынан нешінші күні шығарады? Қазақтың пиньятасы не? Тілашар қашан өткізіледі? Жастар үйленгісі келсе қандай салт дәстүрлерді жасайды? Ұмытылған қандай салтымыз бар? Қазақтың мақал-мәтелдерінің сыры неде? Қонақтардың неше түрі болады? Ең әуелі бала дүниеге келген кездегі салт дәстүрлерді есімізге алайық. Шілдехана. Жас ана босанғаннан кейін бүкіл елге сүйінші жеткізіледі. Кім сүйінші айтады, соған сыйлық берілінетін. Айтпақшы, сүйінші жеткізген кезде бала жынысын тура емес, астарлап айтатын. Мысалы, ұл бала туса, ат ұстар, қыз туса, 47 деген. Жалпы, астарлап айту қазақ халқының ерекше бір мәдениеті болып келеді. Ал, бар, сүйінші сұра. Сүйінші, ат ұстар дүниеге келді. Мә сенің сүйіншін. Әрине, бұрынғы кезде сүйіншіге айфон емес, басқа нәрселерді берген. Барлық туған туыстар, жақындар естігеннен кейін, баланың бірінші тойы шілдехана өткізілген. Шілдехана кезінде домбырамен жас анаға арнап әндер айтылған, той тойланған. Шілдехана кезінде қалжа той да жасаған. Қалжа дейтін босанған келінге арналған қой. Яғни жас сойылған қойды келінге арнап беретін. 40 күн бойы жас ана сол қойдың етінен пісірілген сорпаны ішетін. Не себепті? Босанғаннан кейін жас ана күш жинау үшін суық тамақ бермеген, себебі тер арқылы ағзаның барлық жамандығы шығады. Сонымен қоса қалжадағы қойдың мойын омыртқасын жас анаға береді. Баланың мойны тез қатайсын деп. Осы салт дәстүрден біздің білетініміз, ол жас аналарға көрсететін ерекше құрмет. 40 күн бойы босанған келінді күткен, аялаған, былайша айтқанда all inclusive болған. Сәби дүниеге келгеннен кейін ат қою салты бар. Сәбиге есімді қадірлі үлкен кісі берген. Осы салт дәстүр арқылы қазақтардың үлкендерге деген құрметін көріп тұрмыз. Жалпы үлкенге деген құрмет қазақтың кез келген жерінде көрінеді. Үлкеннен үйрен, кішіге үйрет. Үлкенге құрмет, кішіге ізет, кәрісі бардың ырысы бар деген мақал-мәтелдерден де осыны біле аламыз. Сәбидің кіндігі түскеннен кейін оны бесікке жатқызады. Бесікке сыйлы жасы үлкен әйел жатқызады. Бесікке салу кезінде де бірнеше салт дәстүрлер бар. Оның біреуін айтып кетейін. Тыштыма. Бесіктің түбек тесігі арқылы неше түрлі тәттілерді өткізеді. Тесігінің ар жағында басқа әйелдер алақандарын жайып тосып алады. Басқарушы әйел тыштыма деп сұрайды. Қалғандары тышты дейді. Осы дәстүрлер арқылы қазақтардың бір-біріне деген құрметін байқай аламыз. Себебі бір-біріне тек жақсылық тілеген. Сонымен қатар осы салт дәстүрлер арқылы қонақжайлықты да көріп тұрмыз. Қазақтар тойға бір пакетпен келсе, 2 пакетпен үйге қайтатын. Қырқынан шығару. Бала туғаннан кейін 40 күн бойы анасы мен баласын кәдімгідей күтеді. Сәбиге ешкімді жолатпайды. 40 күн бойы сәбиді сабынмен, шөппен, тұзбен шомылдырады. Тіпті заманауи медицина бойынша бірінші 40 күнде бала осы өмірге бейімделеді, және де ана өз қалпына келеді. Медицина тілінде аналарда 40 күн лохия болады. Лохия не екенін өздеріңіз тауып біле аласыз. Бірақ қазақтар баланы 40-шы күні емес, ұлы балаларда 37-39-шы күні, ал қыздарда 40 күннен кейін 40-нан шығарады. Дәл сол кезде баланың шашын және тырнағын алады. Ал қазақтың пиньятасы да бар екенін білесіз бе? Оның аты иткөлек. Иткөлек не болмаса итжейде деген баланың ең алғашқы киімі. Не себепті иткөлек? Себебі аңыз бойынша ең бірінші адамды алғашқы 40 күні ит қорғаған. 40-нан шығарған кезде иткөлектің ішіне тәттілерді салып, иттің мойнына байлайды. Балалар болса итті артынан қуа бастайды. Қуып болғасын иткөлектің ішіндегі тәттілерді өзіне алады. Бұл салт дәстүрден қазақтардың иттерге деген мәдениетін көріп тұрмыз. Қазақтар иттерді қатты құрметтейді. Тіпті таза итін 7 қазынаның біріне жатқызады. Тұсау кесу. Бала алғашқы қадамдарын енді жасаған кезде оған тұсауын кестіреді. Тұсауын ала жіппен, не болмаса малдың тоқ шегімен, не болмаса көк шөппен кеседі. Біреудің ала жолын аттамасын деп ала жіппен, бай, дәулетті азамат болсын деп тоқ шекпен, шөптей көбейіп ұрпақты болсын деп көк шөппен тұсауын кестіреді. Тұсауды көпшілікке жақсы істерімен танылған адамға кестіреді. Сол үшін де кей кездері Геннадий Головкин біреудің тұсауын кесіп жатқанын көріп тұрамыз. Сырға той және сүндет той. Сүндет той жайлы бәрімізде білетін шығармыз. Ол кезде ұл баланы сүндетке отырғызады. Ал қыздарда да сондай той бар екенін білесіздер ме? Оның аты сырға тойы. Қыз баланың құлағына ең алғашқы сырға кигізген кездегі той. Сүндет тойда ұл бала азамат болды деген ырым болса, осында да қыз бой жетті дегенді білдіреді. Тілашар. Әке, ана, мен қашан оқуға барам?
Ойбай, боламыздың тілі шығып келе жатыр ғой. Оқуға беріп, үлкендердің батасын алып, тілашар тойын жасау керек. Баланың тілі шығып, оқуға барар алдында, оған тілашар тойы жасалынады. Балаға қойдың тілін, көзін, құлағын береді, ал ақсақалдар балаға бата береді. Ал енді бала білім алды, ер жетті. Енді не істеу керек? Дұрыс, үйлену керек. Егер Шрек Қазақстанда түсірілсе. Шрек, қашан үйленеміз? Қалай қашан үйленеміз? Бірінші құдалық жасау керек, кейін сырға салу, қыз ұзату, есік төр көрсету керек. Оған қоса сен корольдің қызысың. Әлі сенің қалың балын жинап үлгерген жоқпын. Үйленудің де бірнеше кезеңін айтып кетейін. Құдалық кезінде жігіттің ата-анасы қыз жаққа барады. Құдалықта жігіт жақ пен қыз жақ ресми түрде туысқан болады. Ұзату деген қыз жақтағы той. Осыдан кейін қыз енді жаңа үйге келін болып түседі. Той жігіт жағында жасаланатын үлкен той. Негізі тойдың кезінде салт-дәстүрлер өте көп. Мысалы, жаушы жіберу. Құдалықтың алдында жігіт жақтан бір адам қыз жаққа барып, ол жақты көндіреді. Құдалықтың күнін белгілейді. Сырға салу. Қыз ұзатуға дейін жасалынады. Жамандық естімесін деп, құлағына алтын сырға тағылады. Есік төр көрсету тойы. Жігіт жақ қыз жақты өз үйіне шақырады. Бұлайша айтқанда, қыздың ата-анасы өздерінің қыздары қайда және қалай тұратынын көріп кетеді. Ревизия десек те болады, бірақ барлығы көңілді өтеді. Сонымен қоса қалың мал, бес жақсы, ілу, той малы, сүт ақы және тағы басқа тойға байланысты салттар өте көп. Жалпы барлық салт-дәстүрлерден қазақтардың ауызбіршілігін көре аламыз. Мақал-мәтелдер. Мақал-мәтел арқылы халықтың мәдениетін білуге болады. Қазақтарда қонақтарға қатысты көп деген мақал-мәтелдер бар. Қонақ келсе құт келер, қонаққа кел деген бар, кет деген жоқ. Қонағы көп үйдің баласы тоқ, және де тағы басқа мақалдар көп. Қазақтар өте қонақжай халық. Қонақ келсе ет пісір, ет піспесе бет пісер деген. Яғни қонақты қарсы алмасан, ұят болады деген сөз. Тіпті қонақтардың да түрлері болған. Арнайы қонақ, арнайы шақырылған қонақ. Құдай қонақ, танымайтын жолаушылар адасып, шаршап, демалуға келген қонақ. Орыс тілде незваный, яғни күтпеген қонақ десе, қазақ тілінде құрметтеп Құдай қонақ дейді. Қыдырма қонақ, атынан белгілі шығар. Қыдырып қонаққа баратын адамдарды айтады. Құтты қонақ, жақсы жаңалық кезінде келетін қонақ. Не болмаса жақсы жаңалыққа келетін қонақ. Қылқыма қонақ, қазақтың қонақжайлығын қолданып, аш ішіп, тек қарнын тойдыруға келген қонақ. Сонымен бүгінгі қазақтың ұлттық мәдениетіне арналған бейнеде соңына жетіп қалды. Баршаларыңызға рахмет.